Hello children, how is it going? Now let's begin today's our new lesson, present continuous. Қайырлы күн балалар, бүгін біз созылмалы осы шақты өтетін боламыз. Қалай жасалады мен сіздерге барлығын түсіндіріп беретін боламын. Созылмалы осы шақ біз дәл қазіргі болып жатқан іс-әрекетті айтатын кезде қолданамыз. Оның формуласы бастауыш, одан кейін to be етістер am, is, are, одан кейін негізгі етістік verb, оған ing жалғаймыз. Мысалға мен сіздерге қазір түсіндіріп жатырмын. Мен I, to be етістігі сәйкес келетін am, түсіндіру understand, оған ing жалғаймыз. I understanding. I am understanding. Немесе үйретіп жатырмын. I am teaching. Бастауышты білеміз. Мен, сен деген. I, you, he, she, it, they. Балалар. Және де тағы ескеретін жағдай, біз present continuous'та сөйлемнің соңында now, дәл қазіргі сәт, at the moment дегенде дәл қазіргі сәтте деп аударылады. Сондай көмекші сөздер болады. Сол арқылы біз оны present continuous екенін білсек болады, және де өзіміздің сөзімізде де қолдансақ болады балалар. Енді осы созылмалы осы шаққа байланысты жаттығулар орындаймыз. Exercise 2. Form complete sentence with the present continuous. Яғни сөйлемдер толықтыруымыз керек, және де созылмалы осы шақты пайдалана отырып, бізде to be етістіктері мына жерде берілмеген, сол біздің бастаушымызға қарай отырып, to be етістіктерін тиісті орнына қойып, етістікке ing жалғап, біз созылмалы осы шақ сөйлемді жасауымыз керек балалар. Мысалға, екінші сөйлемді аламыз. They, оларға сәйкес келетін бізде to be етістігі are, they are sunbathe дейді. Sunbathe, енді оған ing жалғаймыз. Сонда they are sunbathing болады. Олар күнге қыздырынып жатыр деген сөйлем. Осы сіздер толық нұсқасын жазып аламыз. Next exercise 3, read the table, say the examples in your language. Яғни негатив дейді балалар. Жаңа мен бірінші түсіндіргенім, ол болымды сөйлемде қалай жасалатынын түсіндірдім. Енді бұл бізде болымсыз сөйлем түрі. Болымсыз сөйлем жасау үшін бізге not емес деген көмекші етістік көмекке келеді. Соны жалғаймыз. Мысалға, болымды сөйлем I'm reading, мен оқып жатырмын болса, енді болымсыз сөйлем сол to be етістігінен кейін not көмекші етістігін қоямыз. I'm not reading, I'm not swimming, мен қазір оқып жатқан жоқпын. I'm not watching TV. Мен қазір теледидар қарап жатырған жоқпын деген секілді. Осылай болымсыз сөйлемде жасауға болады. Енді осы болымсыз сөйлемдерге де байланысты жаттығуларды орындаймыз. Exercise 4, write sentences as an example. Яғни мысалға қарап отырып, сөйлемдер толықтыруымыз керек. Мысалға, бір сөйлемнің қасында X белгісі тұрса, оны демек болымсыз сөйлем жасаймыз, негатив, ал галочка белгісі тұрса, оны біз болымды сөйлем, позитив сөйлем жасаймыз. Мысалға, сіздерге бір мысалын қарайым. Нұрғазы isn't eating, he is sunbathing. Ол тамақ жеп жатырған жоқ, ол күнге қыздырынып жатыр деген секілді. Сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым, осыған қарап жазып алсаңыздар болады. Яғни жаттығуды көбірек орындаған сайын сіздер бүгінгі грамматикалық тақырыпты жақсы түсінесіздер. Келесі exercise 5, look at the picture, write as in the example, use the present continuous, affirmative, negative. Affirmative деп тұрғанымыз балалар, ол жерде болымды, мен жаңа позитив дедім, позитив де тоже болымды деген мағынаны білдіреді. Сол үшін шатасып кетпес үшін сіздерге түсіндіріп жіберіп жатырмын. Бірінші сөйлемді қараймыз. Жандос isn't sleeping, he is swimming. Жандос деген баланы тауып аламыз суреттен. Ол ұйықтап жатқан жоқ, ол жүзіп жатыр. Яғни дәл қазіргі болып жатқан іс-әрекет, балалар. Жақшаның ішіне қарамес етістіктер берілген, соны болымсыз сөйлем арқылы сөз қалғанын жанында дұрыс нұсқасын, яғни болымды сөйлеммен жазып шығамыз. Сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым, қарап шығайық балалар. Exercise 6, pronunciation, яғни фонетикалық жаттығуларға қараймыз. Произношениемізді дұрыстаймыз. Listen and repeat. Reading, watching, going, eating, swimming, playing, making, running. Балалар не естіп тұрмыз? Бәріне деп, ыңға ұқсайды біздің қазақ тілінде. Осылай өздеріңіз қайталап шықсаңыздар, тілдеріңіз жаттығатын болады. Балалар, бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Түсінікті болса, лайк басуды ұмытпаймыз. Goodbye, children.